достар, менің арнама қош келдіңдер. Мен бүгін Back to School видеосын түсіретін боламын. Сендерге онда видеолар өте қызық, сондықтан мен Back to School видеосын түсіретін болып шештім. Және де мен осы видеода не алғанымды бәрін көрсететін боламын. Ендеше көп сөйлемей, тез кеттік. Мен бұл видеода өзімнің не алған киімдерімді көрсететін боламын, ал канцелярскийді көрсетпеймін, себебі мен канцелярский алдым. Бұның бәрі өзгеше әдемі ештеме жоқ, бәрі күнделікті қолданатын заттар, сондықтан көрсетпеймін деп шештім. Ал мектеп формасын және сөмкемді сендерге көрсетейін деп шештім. Бірінші мен үстіңгі киімдерден бастайын. Мен бірінші осындай ақ блуза алдым. Бұл блуза осындай, қолдары осындай. Мінекей, жай ғана осындай ақ блуза. Бұл бірінші блуза. Екінші де дәл соған ұқсайды, бірақ мойны өзгешелеу. Міне мойны осындай. Және де қолды жаңағыға ұқсайды, бірақ ұзынырақ. Бұл екінші блуза. Одан кейін үшінші рубашка, кәдімгі базовый ақ түсті рубашка. Міне осындай. Ешқандай ерекшелігі жоқ, жай ғана обычный базовый рубашка. Мен әлі үстіңгі киімдерді көрсетіп жатырмын. Және де мен одан кейін бершкаға кірдім. Ол жерден мен осындай ақ түсті жилет тауып алдым. Осындай ақ түсті мектепке киюге бола ма білмеймін, бірақ біздің сыныпта суық болады қысты күні, сондықтан да осындай қалың жилеттер маған міндетті түрде керек болады. Сондықтан осындай алдым. Және де екінші жилет жаңағы ұқсас, бірақ түсі сарғыштау және де мойны мен қолы өзгешелеу. Не осындай. Қолдарында осындай валандары бар. Мойны жемпірдікіндей. Және де енді астыңғы киімдерге көшсек, астыңғы киімдерде мен қара түсті юбка алдым, өйткені көк түсті юбка таппадым. Біздің мектепте қара түсті және қара көкшіл түсті киімдер киеміз. Сондықтан осындай юбка алдым бірінші. Осындай юбка. Ұзын, мен қысқа юбкалар мүлдем кимеймін. Мүлдем кимеймін дегенде мектепке кимеймін, сондықтан мен тізеден төмен юбкалар аламын. Міне осындай. Бұл түзуінен киген. Міне осындай. Екінші юбка бос. Юбка солнышко дейма, солай деп атайды ғой. Солнце ма қалай? Солай. Міне екіншісі тоже қара түсті. Осындай белбеуі бар алдында. Осындай үлкен ұзын. Бұл да ұзын юбка. Өте ұзын, камераға да сыймай жатыр. Вот. Енді сендерге мектепке алған сөмкелерімді көрсетейін. Негізі мектепке мен сөмкені ұзақ уақыт іздедім. Өзіме ұнайтын, өзім талғама келетін сөмкені таппадым. Және де енді ең соңғы моментте мына сөмкені көріп қалдым. Өйткені жай ғана маған ақшыл түсті, базовый, ешқандай ерекшелігі жоқ сөмке керек болды. Міне сондықтан осыны алдым. Осындай. Білмеймін, не салуға болатын, даже ручка ішіне сыймайды. Білмеймін, может үйге қолданармын какой-то қағаздар, черновиктерді салуға. Және де міне осындай сұр түсті сөмке. Бұл қатты үлкенде емес, кішкентайда емес, орташа көлемде. Мен кітаптарыма дәл келетін сөмке. Міне осындай. Жай ғана ешқандай ерекшелігі жоқ. Ішіне бәрі сияды, мен заттардың бәрін өлшеп көрдім, бәрін. Міне. Не? Тут камераны қозғаныш. Тоқта. Екінші сәптерін бұда көздер Бұл менікі емес.
Жудың азында жазған шығармын, бірақ менікі емес, мына ішіндегі сурет. Кішкене кезінде армандаған Білмеймін, мен салған жоқ. Вообще есімде жоқ. кішкене кезінде арманда сөз салған сөз салды арманда кішкене кезде үлкен болды Точно армандаған жоқпын. Міне мен мектепке алған киімдерім осымен аяқталды. Енді мен сіздерге сол мектеп формасын алып жүрген кездегі көзіме ілініп қалған киімдер, точнее, маған ұнап соны алғым келген киімдер бар. Бірінші осындай қара түсті көйлек. Маған білмеймін, жай ғана рубашка таңдап жүрген кезде осы көйлекті көріп қалдым, и маған қатты ұнап қалды. Міне. Осындай өте әдемі көйлек, алдында осындай резинасы бар. Қолдары осындай, міне. Айтпақшы бұл өте ұзын көйлек, және де мына жағында кесілген ба, қиылған бірдеңесі бар. Міне. Өте ұзын юбка. Көйлек өте ұзын. Сосын тағы да заттар бар. Бұны алмай қайда кететінді білмеймін, сондықтан мен алдым. Осындай 2 рубашка. Маған 2 цветтер ұнады, және тағы да басқа түстер болды. Маған бәрінен бұрын осы 2 түс ұнады. Сары түсті рубашка, базовый, және де жасыл түсті рубашкасы. Міне. Қатты ұнады. Өте күшті. Сразу 2 алдым, негізі маған 1 ұнады екен. Бірақ маған 2 ұнады, сондықтан да 2 алдым. Одан кейін мен аяқ киім алдым, кроссовки. Кеды ма, қалай? Кедыға ұқсайды, бір мен кедыйдың турасын алғым келмейді, потому что бүкілінде қазір кеды бар. Және де олармен бірдей болғым келмегеннен кейін осындай түрін алдым. Міне. Осындай кеды, міне. Өзіме қатты ұнады, өйткені бұл базовый, бүкіл киіммен келе береді. Және де мектеп күндері душы болады, душы сабағы, иә. Сол кезде осыны киемін деп ойлаймын мектепке. Мінекей. Және де тағы бір алған киім бар, ол үстіндегі міне толстовка. Бұны мен баяғыда алған болатын, жаздың ортасында алдым, өйткені маған жаздың суық күндер болды да, Нұр-Сұлтан қаласында күн жиі суық болады. Сондықтан осы толстовка керек болды. Мен Хан Шатырда аралап жүрген кезде ол толстовканы көріп қалғаннан кейін алдым. Міне, жай ғана базовый, бүкілінде бар толстовка. Деп ойлаймын, ешқандай несі жоқ. Ерекшелігі жоқ, бірақ маған өте қатты ұнайды, және де өте ыңғайлы, және суық күндері тонбайсың. Суық күндер деген жаздың суық күндері тонбайсың. Ішінде флиспен бар. Айтпақшы еще мен жаққа жүзігімді тақып қойғам. Осы толстовканы киген кезде мен осы жүзікті кигім келеді. Сол. Достар, бұл видеоды түсірген себебім сіздерге өзінің мектепке дайындығым қалай екенін, не алғанды көрсеткім келді. Сондықтан бұл видеоны мен түсірдім. Әр мектепте формасы әртүрлі болады. Менің мектебімде форма рубашка ақ түсті, және де юбка қара, немесе қара көкшіл болу керек. Сондықтан осындай киімдер алдым. Маған өзінің алған мектеп формам қатты ұнады, және де осы жылы мектепке киемін деп ойлаймын. Және де онлайн болмайды деп ойлаймын. Мен уже онлайннан шаршап кеттім. Бірақ онлайн болған жақсы, бірақ мен 9 сыныпқа көшемін ғой. Сондықтан да офлайн болғаны дұрыс деп ойлаймын. Иә, мен 14 жастамын, және де 9 сыныпқа көшейін деп жатырмын. Достар, сонымен видеом соңына жетті. Келесі кездескенше бәріне пока-пока!